қалыптастыру нәтижесі бола алады. Дұрыс айтады. Жақсы, өте тамаша. Тағы да келесі төрт сөйлесіп бір идея айтайын. Біз ғылыми техникалық білімімізді тек қана осы жерде ғана емес, нақты өмірде де қолдана аламыз. Яғни бұл STEM бізге сондай мүмкіндіктер береді. Тағы да төртеу қосып Кітапта берілмеген ақпаратты біз осы STEM-ға келіп жетілдіре алып біле аламыз. Ресурстарды пайдаланасыз, иә? Жақсы. Тағы да енді екеусіздерде. Екеу. STEM мүмкіндіктері көп, яғни теориялық білімдерді практикалық жағынан жаңағы закрепление, қорытындылауда бекітуде мүмкіндік көп. Тағы ең соңғы оқу орындарымен мысалы жаңағы биология пәні, мысалы анатомия оның ішінде, бұл жерде жергілікті медициналық колледжбен байланыс орнатып, одан әрі жетілдіру жағын ойластыруға болады. Мамандық таңдауға. өте тамаша. Соңғы бес идея айтасыздар. Ал соңғы Бұл ненің пайдасы ғылыми тұлғаларда қорғауға өзінің үлесін тигізеді, оқушыларға қайталамау керек. Ғылыми жобалар екінші топ айтты. ұбт кезінде дайындық ретінде пайдалануға болады. 3D модельдеуді үйренуде пайдасын тигізеді, оқу процесін жеңілдетеді, уақытты үнемдейді, шығын тез арада уақытты үнемдеп болады. Жақсы. Рахмет. Сіздерге осы өз идеяларыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға ой пікірлеріңізбен. Енді мен қорытындылай кетсем, бүгінгі біздің негізгі сіздерге бар нәрсе